Ұлы дала жорығының екінші күні басталды. Дәл қазір артымызда кешегі бірінші, екінші, үшінші орын деген сияқты реттілікпен командалар жорыққа аттанып жатыр. Енді естеріңізге сала кетейік, бұл жерде кейбір командалар толық құраммен, кейбір командалар 4 атпен шауып жатыр. Өйткені кеше болдырып қалған аттар бар, жарыс жолынан шығып қалған аттар бар. Оның үстіне Алматы облысы, Шымкент қаласы және Қызылорда облысының құрамалары бұл жарыстан шығып қалған еді. Енді қалған 16 команда сынға түсетін болады. Ендеше бар қызықты сіздермен бүгін бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін екінші күн қалай демалдыңыздар? Жақсы, настрой жақсы. Аттар толық құрам ғой сіздерде? Я бейсен. Аттардың жағдайы жақсы. Жаман емес бата. Бір минут қалды. 5, 4, 3, 2, 1, райды! Ұлытау! Артымызда жолға шығатын рекордтық құрама, рекордтық команда. Рекордтық команда дегеніміз не, мен қазір түсіндіре кетейін. Бұл жерде аттың породаларын жарыстырып жатыр. Яғни бұл жерде 2 Қостанай породасы бар, 1 Адай, 2 Арғымақ породасы Жетісудан және шығыстан Найман породасы бар екен. Мінекей осы аттар жеке өздері өзара сынға түседі. Екінші күннің алғашқы 50 шақырымын еңсерді шабандоздар. Бірінші болып солтүстік Қазақстан облысының командасы. Аттардың арақашықтығы да сондай көп емес сияқты, өйткені бірінің артынан бірі лег-легімен өтіп жатыр. Жоспарларында келе жатсыңдар ма, жоқ әлде? Жоспар бойынша осы. Әлі асықпайсыңдар? Иә. План Б әлі орындалған жоқ. План Б бар, план Ә бар әлі. Тамаша, керемет жігіттер. Байқап отырсыздар, былтырғыдай мысалы жай қазақ жабы жылқылар жоқ, бәрі де қан араласқан, ағылшын араласқан, Қостанай араласқан, араб араласқан, сондай будан жылқылар. Енді өздеріңіз білесіздер, будан жылқылар қашанда мықты болады ғой. Жылдамдықты көрдіңіздер ғой. Аламан бәйгедегідей шауып келе жатыр. Қазір мен жаңа есептеп қоятсам, жаңағы орта жылдамдық 25 шақырым болып келеді. Ал 25 дегеннің ол аламанның жылдамдығыны. Сондықтан биылғы бәйге әлгі мына өлең ана өлеңнен басқаша болады деген сияқты, биылғы бәйге басқаша. Қазақ ер, қазақ баяғыда. Қозы құйрық деп атаған. Мына қараңыз, мынау қалай қылып жасалған. Қозының құйрығы сияқты ғой, көрдің бе? Мынау ердің басы, қасы дейді. Оны мынау қазақ ерде мына тізігінде мынаған ілік қою үшін осылай істейді. Келдің де тізігінде осыны іле салдың. Баяғыда қазақ осыны бұны ердің басына тізігінде іле салады да осыны садақ қойды. Тізігінде қоя бере салады ғой. Жай қоя берсең, ол аттың аяғына шалынып құлайды. Содан кейін ең бастысы мынау жақтау ағаштары ердің осыны қарау керек. Бұлар әртүрлі. Бұл кигіз енді специально арқасын алмаш үшін істейді ғой. Мыналардың ағаштардың мынау несі де, ені де, ұзындығы да әртүрлі. Содан мына майысқан жерлері де әртүрлі. Әр атқа ыңғайлап жасалған. Бұны кімге жасастыр? Біз өзімізде Қостанайда бір мастер бар, соған істеткенбіз. Арнайы әр атқа ыңғайлап жасастыр. Әр аттың сол арқасын дұрыстап, үзеңгі бау, аттың енді ең керек нәрсенің бірі үзеңгі бау ғой. Шауып батқанда үзеңгің үзіліп кетсен, бала ауып қалады, содан кейін атта шаппайды. Сондықтан бұл да бір өте бір важный элементтердің біреуі. Мынау мінекей өмілдірік деген аттың мына ат бабына келіп шоқтық шыққан кезде бәрі де артқа қарай кетіп қалады. Ер кетіп қалады. Ер кетіп қалады. Сондықтан өмілдірік тағып кеудеден соны артқа қарай кетпеу керек. Кейбір аттардың арты биік болса, оған артына құйысқан салатын құйрықтан өткізіп. Енді аттардың шабандоздардың жағдайына қарасақ, бір шаршауды байқап тұрған жоқпыз. Оның үстіне мына қоңыр салқын, мына желде ауа райы да болысып отырған сияқты, аттарға да жақсы. Енді бір керемет шаршау жоқ бойларында. Қарап отырсақ, 150 шақырымды бағындырды. 150 шақырым деген оңай емес. Алда енді 350 қалды. Жартысына жетіп қалдық. Енді жеңіл өтсін дейміз барлығы. Жігіттер, қалайсыңдар? Қалай келдік? Шаршадық па? Жоқ, нормально бәрі. Аяқ кептіріп отырған сол. Аяқты шешіп, аяқты созып. Бір дем алып отырмыз ғой.
Қалай енді 150 шақырым оңай емес. Біз үйренген мұндайға. Шауа үйреміз. Атқа мініпсің ғой бала кезден. Иә, бала кезімде атқа шауып, шаруашылықта мал бағып, қойшының баласымын ғой бір айтқанда. Енді былтырғы қателігімізді түзеу үшін келдік қой. Алла нәсіп етсе осы. Былтыр енді жарыс бойы бірінші келе жатып, соңғы турларда жарыстан шығуға мәжбүр болдыңдар, иә? Иә. Аттарымыз аяғы шұңқырға кіріп, біреуінің тағасы түсті. Содан сөйтті енді. Жаңа қарап отырсам, көп командаларда 18-19 жастағы жігіттер екен. Бізде де сондай ғой. Сендерде? Иә, бізде де сондай. Үлкендерің нешеде? 25-те. 25-те. Иә, капитан команда Нұрсаған дейтін. Жаңа кеше бір команданы көрдік, 60-тағы ата бар екен ішінде. Ондайды байқамадыңдар ма? Ондайды байқамадық. Біз алдыңғы топта кетқасын, артық топта өші қарайтын уақыт жоқ бізде. Тек алдыға Тек алдыға, ұмтылыс. Күн ашық, бірақ жел бар. Бір жағынан енді бұл да шабандоздар мен аттар үшін өте қолайлы деп білеміз. Өйткені мына жақта білесіздер, Павлодар облысының аумағында шыбын шіркей деген өте көп. Күн ысыса бірден адам жүргізбейді далада. Сондықтан мына желдің шығып тұрғаны өте жақсы болып тұр. 25 шақырымнан кейін дәл осылай шелекке суды толтырып аттарды күтіп алады команда мүшелері. Міне қанша көлік жүр осы жобаның аясында. Ал суды міне осы газельмен осындай 4 бөшкелермен тасып жүр. Қостанай облысының аттары міне суарып жатыр. Шабандоздар да шөлдеп қалған. Екінші күн 200 шақырым аяқталды. Екінші күні бірінші келген Жетісу облысының аттары, одан кейін Алматы қаласы, үштікті Маңғыстау облысының командасы аяқтады. Ендеше шабандоздардың өзімен сұхбаттасып көрейікші. 200 шақырым. Қалай енді 200 шақырым деген сердік екінші күн қалыптасып қалдық па аздап? Иә, үйреніп қалдық кішкене. Сонда да ауыр енді 200 шақырым. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Біраз аттар болмай қалды, жолда шығып кеткен аттар бар. Негізі ауа райы қолайлы болып тұр бізге. Аттар көп қиналмайды, күн ыстық емес, салқын болған дұрыс қой. Жүгіріп келетін атқа. Мынау енді Алматының жігіттері үшін мына жақтың суға ештеңе етпей ме? Жоқ. Мынау салқын болған жақсы болып тұр. Аттарды жүргіземіз, кішкене шөп береміз. Шөп бергеннен кейін барып су береміз. Түнде не істейді аттар? Түнде солосын жейді, шөбін жейді, демалады. Арқандақ қоясыздар ма? Осы жерде жайып жүреді? Иә, осы жерге жатып қоямыз. Бірақ көк шөпке емес, жоңышқа бар, соған береміз. Жоңышқа өздеріңізбен алып келдіңіздер? Аха, өзімізден Алматыдан алып келдік. Ол жоңышқаның артықшылығы немене бұл көк шөптен? Көк шөп ішіне өткізеді, ат босатады. Ал жүйрік аттарға, мысалы ұзаққа шабатын аттарға құрғақ шөп керек та. Таңертең нешеде тұрасыздар? Таңертең 5-те. 5-те тұрасыздар. Атта жүгендейсіздер, дайындайсыздар жолға. 5-те тұрып, таң асымызды ішеміз. Бірден? 6-ға дейін. 6-тан кейін уже аттарды тарап, 7-ге қарай стартқа дайын боламыз ғой. Нешеде ұйықтайсыздар қазір түнде? Қазір тамағымызды ішіп, аттарды қарап, шөп жемін бергеннен кейін ұйықтаймыз. Сағат неше болады сонда? Неше сағат ұйықтап жүрсіздер? Мен сағат 10-дарға қарай ғой. Сонда күніне неше сағат ұйықтап жүрсіздер міне 2 күн бойы? 10-нан 5-ге дейін ғой. Мінекей енді Қостанай облысының жігіттері келіп жатыр. Байқасаңыздар, аттардың арақашықтығы көп ұзақ емес, бірінің артынан бірі келіп жатыр. Демек, бәсекелестік бар деген сөз. Барлығы да осы жүлделі орыннан үмітті. Сонымен екінші күннің қорытындысы мінекей шығыпты. Екінші күнде бірінші орында Алматы қаласының командасы 100 шақырымды 6 сағат 46 минутта 16 секундта бағындырған екен. Одан кейінгі орын Жетісу командасы
6 сағат 48 минут 19 секунд. Қарап отырсаңыз арасы ұзақ емес, 2-ақ минут екен. Ал үштікті түйіндеген Маңғыстау облысының командасы 6 сағат 52 минут 52 секунд. Бүгін біз екінші күнді, марафон екінші күні аяқтадық. Өздеріңіз байқап отырсыздар, қандай қиындықтар болғанын, қаншама команда бұл күнге жете алмады. Жеткен командалар арасы біраз селдіреді. Кешегі шабыс бұл қай команда мықты екенін дәлелдесе, бүгінгі жарыс ол қай команданың ішіндегі аттар мықты екенін дәлелдеді. Ал бүгінгі күннің жеңімпазы Алматы қаласы болып отыр. Это одна из 3 команд, которые остались в пятером. Еще команда Джамбула и Мангыстау.